Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ, майда қуырылатын тоқаштың рецептімен бөлісемін. Ол үшін біздерде ыдысымда бөлме температурасындағы айран, оған аздап қант саламыз, және де бір жұмыртқа салып, ванилин салып, бір араластырып аламыз. Және де осындай аз мөлшерде уксус саламыз. Қасықтың ұшымен ғана қандай уксус бар, сондай қолдана берсеңіздер болады. Және де осы массамызды бір араластырып жібереміз. Енді сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр етіп билеп аламыз. Міне қамырымыз дайын, елеп алдық. Енді 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды демалдырып алдық. Енді жайып бастаймыз. Өте жұқа етіп жайып жібермейміз. 1-2 мм етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағамыз. Осы сары майымызды енді қамырымыздың бүкіл жеріне тигізіп жағып шығамыз. Енді рулет секілді осы бір шетінен бастап орап шығамыз. Қамырымыз майда қуырған кезде ашылып кетпеу үшін осындай бір шетін жақсылап бір-біріне жармастырамыз. Енді оралған қамырымызды осы пышақтың көмегімен 1 сантиметр етіп кесіп шығамыз. Қамырларымызды кесіп алдық. Енді қасып тұрған майымызды қуырамыз. Майымызды міндетті түрде қадағалаңыздар, өте қатты қызып кетпесін. Астын төмендетіп, жай отта пісіреміз. Себебі қамырымыздың арасы піспей қалуы мүмкін. Балаларыңызға таңғы аста немесе түскі аста осыны пісіріп берсеңіздер өте дәмді, және де сіздерге де пісіріп көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Және де достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп алыңыздар. Тоқаштарымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Үстінен қалағанша сәндесеңіздер болады. Сахарная пудра немесе шоколад құйып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.